Мага Байгайс. Инсайт подкаст саған ұнап қалып ше, қатты балдар құрып. Давайте инсайттар деп түсірейікші. Цитата бар ғой. Реалға бірінші болып салма дейтін. Келіспеймін мен, бірақ сол кездегі машина. Заслужить еткені бар енді, иә? Ол бар енді. Білмеймін қандай гол болған, не гол анау? Милау ма? Луниннің орнында Куртуа болса да қайта алмайтындай. 9-да 1 болып жүр. Достойны салып тастасаң, ешкімнің әңгімесі жоқ. Гол болмаса да қызық болушы еді. Ассалаумағалейкум, футбол сүйер қауым, бәріне сәлем, амансыздар ма, қалайсыздар? Бүгін әдеттегідей инсайт подкаст, оның жүргізушілері мен Аңсаған және Ерік. Бүгін біз Чемпиондар Лигасының 1-4 ойындарының алғашқы ойындарын талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта актер, Жайдарман чемпионы, жақында ғана Турцияда 1 ай съемкада болып келген, бұйыртса фильмі шығады. Мага Байгайс. Полный қайталап бердің сіздер. Қош келдің. Бүгін ерекше қонақ. Оның алдын қазақтар келетін ғой. Бүгін метис келіп тұр. Тамаша. Маған байтын ол. Мага 1 ай киноға түсіп келдің, иә? Иә. Күшті бұйыртса шығады. Октябрьде шығады. Октябрьдің 10 күні бұйырса. Барлықтарыңызды күтеміз. Сол үшін мен бірінші сен актер деп айттым. Тамаша. Қазір деятельностың өзгеріп кетті. Маған мақтаған сайын мені ұнай береді. Мага айтпақшы футболдан Пеленің шәкірті деп. Сәл маши ұйғап қойма. Қатты кетіп қалса. Бүгінгі инсайт подкаст саған ұнап қалып ше, саған қатты кіріп кетіп, ема деп балдар құрып. Давайте инсайттар деп түсірейікші. Ашып алсаң. Негізі ұнайды маған осы футбол жайлы әңгіме, футбол қараған. Доп тепкен анда-санда енді қатты бір жалпы алыс емессің не футболдан? Вообще алыс емеспін. Просто Ерік алыста, өте алыс қой. Дәл стадион қасында тұрам деші. Жоқ, маған Ерік қатты ойнайтын сияқты футбол. Солай көрінеді да. Ерік Чуйкін сен не подводит, брат. Да? Допты, мен футболда Ерік қалай ойнайтын айтайын. Доп бар ғой, иә? Сен егер Ерікке қарсы ойнасаң, қасыңнан шықпайды ғой сен. Да. Ығырың шығып кетеді. Маш деп. Ала берсін. Сен ақ ойна сол. Сондай футболист. Малға ойнағандай ойнайтындар болады ғой. Тамаша. Мен енді өзім ойнаймын енді бірақ. Бірақ анда-санда ойнайтын бар ғой енді. Ой, өлтіресің ондай. Мен есіме түсіп кетті. В общем, жайдарманшылардың арасында жарыс болды. Футболдан ба? Мына осы қызықты еске түсірейік. Сосын АОС-тің балдары, мен универдің балдары пофиг келе салғанда. Атудың балдары, короче, Мага бар. Бірдей форммен келген ғой. Кәдімгідей дайындалып, гол сағанда бәріміз жүгіріп келіп қатып қалып, сондай нәрсе дайындалып. 9-да 1 болып жүр. Бір гол кім салды? Бізден ба, Дархан саған, Дархан Батырша деген. Ол жігіт жүрекке қабылдап ойнайды ғой. Әр нәрсені ерегесіп басылады, короче. Аралас жүрсің бе, қарамайды. Сол салды бір голды, соң сағанына қуандық. Еше кім Нүреке айтады ғой. Қорқып қалдық сәл деп қояды ғой. Бірдей формен келгесін. Қатты дайындалып келдік. Сырт келбетімізді голға деген. Сол Дарханның гол сағанынан қатты қуандық өйткені. Дархан ғана ғой бір гол саған деп айтқанда Дархан кішкене жынданбайды да. Иә деп. Иә, мен гол салған. Үйден шығарды, айнан алдында шашын нетіп ше. Дайындалып келгенбіз, сен ятпа қылып қалған. Содан қойып кеттік. Тек футболға дайындалмасыңдар. Ойнап дайындалмайсың ғой. Қатты киім дайындалатындар бар еді. Гетри деген біз мектепте білмейтін ғой. Гетри кигендер болды ғой мыналар уже. Андай ішінде шит болса болды ғой. Біттің ғой сен. Нью баланспен жүресің ғой қазір сен. Шитки дейтін уже қатты қорқыныш дейтін мен мектеп кезінде. Бізде аз бала қолданатын. Аз бала емес, 2-ақ бала қолданатын. Өйткені футболға қатысатын ғой. Янар шитки киіп келсе болды онда. Бізде класста Ильяс деген бала бар еді. Ол қатты ойнайтын ғой. Футболға қатысатын да. Біздің өзіміздің класс арамызда ойнаған кезде оңақа ғой. Оң аяғымен ойнама дейтінбіз ғой. Типа. Сол аяғымен ойна дейтінбіз ғой. Ол да кісі болып. Сондай, ол сол аяғымен ойнап, сонда да ұтып кететін ғой. Сондай, былай қарап тұрсаң, нелогично ғой. Типа, Counter-Strike қатты ойнайтындарға пистолеттен ғана ойна деген сияқты әңгіме ғой. Мен қол сөйлесем сияқты. Мен бір қолмен күресе беремін дейтіндер болады. Ұрмайын дейтін, мына жерлерден ғана дейтін, сондай сияқты. Мага, футболды жиі көріп тұрасың, жиі қатысың бар. Кімге жанкүйерсің? Немесе, мысал үшін бізде Ерік футбол командаға емес,
ойыншыға жанкүйер ғой. Роналду қай жерде ойнайды, сол жерде. Бұл Роналдудың посттарын репост жасайтын да сондай прям фанат та. Мен Ливерпульдің жанкүйерімін, Ливерпульдің баяғыдан бері деген сияқты. Кім келсе де, кетіп қалса да әйтеуір сол Ливерпуль. Командаға болеть. Иә, командаға. Ол ертең 11 игрок полный ауысып кетсе де командаға қалады. Мен де командаға, бірақ команданы ауыстырды кішкене. Ол тоже командаға. Ертең Роналду бітіргеннен кейін команда кімге? Баласы ойнайтын команда. Білмеймін қазір не бір адам ұстап алу керек сол. Холланд бар, Мбаппе бар, біреуді таңдаймыз ғой. Сізге в основном форвардтар ұнайды да, сондай. Иә, форвардтар ұнайды. Защитниктер қызық емес қой, қарап тұрған. Деген қызық емес. Әші қызық емес қой. Доннаруманың Ерик былай ғой деп. Енді қандай мен бір негізінде мен бала кезде бүйтіп бір қарағанымыз сол Реал Мадрид шығар. Кез келген жігіт сол Барселона мен Реал Мадрид бүйтіп қарап жүрді. Енді кішкене сәл футболға одан сайын қызығатындар кішкене АПЛ-ден бір командаға болеть етеді. Манчестер Юнайтед. Енді білмеймін. Бір негізі әдемі ойынға қараймын ше негізі мен. Бір хат бұрын енді бір болеть ететінім ол кезде бір Реал Мадрид болып кетеді, бір ана жақта Манчестер Юнайтед болады. Бірақ қазір уже әдемі ойынға қарағым келеді. Қызық болса қарап. Қызық, гол көп, қырылып қалатын сондай. Сен просто келесінде екі команда ойнап жатады. Қайсысы саған ұнайды? Мынау ұтсыншы деп отырасың ғой, в общем. Иә, дәл сондай, иә. Ешкімге жаман жеңіліп жатқан команданы жақсы көріп сондайлар. Біздің папалар сияқты ғой баяғыда, иә. Мыналар ұтсыншы, мыналар деген бірдеңе деп. Мыналар қатты. Сондай әдемі ойынға қараймын негізі. И осы 2 күндік Лига чемпионовта кәдімгі сондай болды ғой. Мен, кстати, айтпайыншы. Бір рет мамамен бірге футбол қарағам. Мама деген голға қарамайды, ана штрафныйға қарайды ғой. Біреу-біреуін құлатып қойса, ойбай қасқа. Аяп отырады ма? Менде бір көкем бар еді. Евро басталып жатыр ғой бір рет. Осы ұтады деп отырмын. Дания дейді ғой. Әр группадан өзінің фавориттері бар да. Мына группада Дания, мына жақтан Швеция шықса дейді ғой. И өзім түріктергемін деп. Сондай бір средний атып кетеді ау дейтін командаларға бүйтіп қатты жанкүйер болатын ғой. Сол негізі ше андай жеңіп кетсе ше білдім ғой дейтін. Иә, қатты. Бір ататыны бар да. По-любому біреу өтеді ғой. 10 жылда бір рет жанкүйер еді ол. Сондай средний командаларға Германия дейтіндерді андай менсінбейтін ғой. Алып шығады ертең мыналар ертең. Духтарына сене ма сондай бірдеңе сияқты. Сондайларды уважать етемін мен андай. Қиын команданы таңдап алатындар ше. Мен кезінде сөйтіп таңдаған едім Ливерпульді. Қазір шүкір жай ұтып келіп жатыр. Андай Францияны таңдап алып, ұтқан сайын басқа шыға беретіндерге қарағанда сондайлар больше андай симпатия шақырады. Иә, бұл әдемі футболды жақсы көреді. Вот бізде 2 күн бұрын, кеше, одан алдың күні 2 чемпиондар лигасында басында жеребьевка болған кезде мынау қызық ойындар ғой. Бірақ баяғыда жеребьевка болған кезде 1-0, 1-1 болып бітіп қалатын сондай ойындар. И осы жолы ожидание, реалист екеуі де асыр жіберді даже. Ең қызықты ойындардан бастайық енді. Ең қызықты ойыннан бастайық. Басында тәттісін беріп тастайық. Манчестер Сити, Реал Мадрид. Реал Мадрид, Манчестер Сити. Реал үйде болды ғой, иә? Реал Манчестер Сити 3-3. PlayStation'дағы шот болды ғой. Доспалдар бір-біріне сала береді ғой. Перебеспен сондай голдар болды. Әдемі голдар, мықты ойын, афишасы да керемет бүйтіп. Кеше бір комментатордан көрем. Егер кішкентай бала өмірінде бірінші рет футболды сол матчты қосып көрсе, болды ол өмір бойы жақсы көріп қалады дейді ғой. Сондай ойын болды. Бір 0-0-ге ешқандай түсіп қалған жоқ. Баяғыда Бавариямен ПСЖ ойнаған кезде. А что, если вы поменяли этот матч на свидание, если она не стала даже вашей женой, дейді. Сондай көреді. Тура сондай ойын 3-3. Екінші ойынға барынша интриганы қалдырып, мені осындай болу керек футбол. Чемпиондар лигасын бая біз айтып кетіп қой, соңғы кездері қызық емес кетті, андай-мындай деп еді. Бірден жоқ, біз әлі формадамыз деген. Негізі біз ойнасақ осылай ойнаймыз деген. Сендер всегда өстіп ойнасақ өздерің внимание бөлмейсіңдер деген сияқты айтып кетті. Шаршап қаласың да. Әдемі жарнама болды футболға. 3-3 ойынды көрдің ба? Ойынды көрдім, иә. Мен жолда келатып көремін ғой. Қатып қой, мен деп нерві жетіп сәлше.
брат музыканың дауысын басып қоясың ба сәл деп андай болмайтын басқа нәрселерге тиісіп кетеді вообще сол көріп жатырмын бірақ енді соны біткеннен кейін қайтадан полный обзорын тағы көріп шықтым бір сағат обзорын баяғыда мен Ливерпуль ойнаған кезде ұтқан кезде келесі ойынға дейін обзорын күнде көретінмін. Егер ұтылса бір-ақ рет көремін да, сосын дым көрмейтін соңына дейін. Сөйтіп обзорын көре беретіндей ойын болды. Өйткені әр голы 6 гол болса, айтпақшы осы четвертьфиналдағы 4 матчта 18 гол салыпты. 18 гол соңғы бір 80-70 жылдағы рекорд екен. Четвертьфиналда салынған голдар. Біреуінде 5-5 болса, біреуінде 0-0 болып қалады, сондай бар еді ғой. Қазір 3-3, 2-2. Еще бір жартысы деймін, ответкасы бар. Бір жартысы, ертең ответкасы бұдан да жақсы болады деген ойдамыз. бітсе Бірінші ойын 3-3, ең бірінші гол. Состав бойынша былай примерно айтып кетейін. Составта Реалда центральный защитник болып Чуамини шықты ғой. Чуамини шықты. Былайынан негізі Начода, Милитаода екеуді сау еді. Бірақ формада емес-ау деп Чуамини шығарған кішкене андай. Анчелотти өзі 200 матчтай ойнап тастаған ғой Элчеда. Кішкене Гвардиоланы таңғалдырайын деген шығар, сөйтіп подвижныйлау ойыншы шығарайын деп Чуамини шығарды. Чуамини бірден жолтай алады. Сөйтіп Бернардо анау штрафной беріледі, жолтайы бар. Центральный защитник жолтайы бар деген ол өте опасно. Ол 60-шы минуттарға қарай алу керек емес жолтайды. Кейінірек красный болса да бір шыдаймыз деген сияқты. Сөйтіп береді жолтайды, жолтай алады и енді штрафнойдан қалай салды. Жақсы. Әдейі салды. Оны PlayStation'да да сала алмайсың, ондай голды негізі. Мен салам ғой енді сендер. Сен сала аласың, білеміз оны десең. Өмірде сен Бернардо Силва болсаң, сондай штрафной тибейін деп жатсың ойлашы. Миыңда күшті бір не тұр да? Былай тибейм-ау деген бір тактика тұр да. Қорқасың ғой, қисық теуіп қалсаң ұрсады ғой саған. Неге өйтіп тебесің? Негізі ондай мен тебе салатын едім ғой, мен көшкімеді ғой деген әңгіме басталды ғой. Сен левшасың ғой деген сияқты ма? Негізі ондай штрафнойлар мысалы үшін бір ойынның ортасынан кейін болады ғой, өйткені сен көтере бересің и алдап барып тығасың ғой деген сияқты ғой. Кішкене алдап, ана стенкада баяғыда секіре бер кішкене деген астынан өткізетін еді ғой. Бұл жігіт бірден жақсы бірден әдемі салды. Білмеймін, баяғыда Ливерпульдің сапында Фави Аурелио Суарес салған еді. Фави Аурелио дейтін жігіт көтерем деп сөйтіп бірден теуіп еді Челсиға қарсы. Өте әдемі болды. Андай болып қалуы да мүмкін ғой. Негізінде ше, мысалы футболистер профессионал базар жоқ, білесің ондай нәрсені. Бірақ ол негізі көтерем деп ойлап тебіліп кетуі мүмкін ғой, сөйтіп негізі. Сөйтеді де барды да бүйтіп кете салуы мүмкін да. Может көтерем деп барып кіріп кетуі мүмкін, өзі ғана біледі да оны ше. Өзі сөйтіп ойлады бірақ ол. Бірақ жақсы, өйтіп қисық көтермейтін сияқты бірақ Бернардо Силва ол. Әдемі гол. Одан кейін Реал бірден сынып қала ма дегенім жоқ. Королевский клуб екен дәлдеп бірден. Цитата бар ғой, Реалға бірінші болып салма дейтін ше. Реалға бірінші болып салма. Алмұрт пен алма деген сияқты ғой жаңағы. Дәл осылай. Оны Перес айтқан. Дәл сөйтіп айтса. Біздікерде шығады ғой негізі. Мен иногда комментаторлардың сөздеріне қатты ілінемін ше. Скучный болмайды ғой. Қатты скучный емес. Олар қазір комментаторлардың дәуірі ғой. Бұрын қазақша комментатор десе бірден не сөздер анау бірдене дейтін. Дауысын басып қойыңдаршы дейтін. Дауысын басып қойыңдаршы, орысшасын көрейік та деген сияқты еді ғой. Қазір тренд пайда болған сияқты. Қазір бізде мықты комментаторлар бар. Әлімжан Асқар, Ермұхамед Мәулен деген сияқты. Нұрғали Мағжан деген. Қазір комментаторлар дамып кеткен ше, YouTube проекттер түсіреді, қызық. И көрген кезде өздерінің бір бөлек әлемі бар да. И олар әр матчқа дайындалған кезде бүйтіп изюминкалар бар ғой, матчтан сақтап қалатын. Сөйтіп сол ертең таралып кетеді ғой. Уже андай қазақша бір әдемі движ бар екенін білесің да. Тер штеген, өзінікін істеген. Ең қатты ұнаған топ менің досым деп айтайын, Әлімжан Асқардың Манчестер Сити дейтіндері қатты ғой енді. Білмеймін, маған қазір қазақша комментатор көрген ұнайды. Өйткені жаныңа жақында. Сен де ондай нәрсені түсінесің, сен де ондай нәрсені шығарып қалу мүмкін деген сияқты. Оның андай айтайын деп тұрған нәрсе сенің де миыңда тұрады. Ментал ғой, ментал. Бір-біріңе әдемі коннект болады. Сондықтан қазақша комментатормен
барлық ойындарды көріңіздер. Иә. Сөйтіп 1-0 Сити тамаша гол салды. Быстрый гол дегенге негізі ешкім сенбеп еді. Примерно бір 15-ші минуттан кейін деген. Мен өзім съемкада болдым да и бір 20-ші минуттан бастап көретін болдым да. Сөйтіп айттым, басында ешкім салмайды шығар деймін ғой. Енді кішкене ойын ашылсын, басында кішкене пас береді, доп үйретейік деген сияқты сондай логический нәрселер болды. Бірден атакаға ешкім кетпейді ғой деп. Бірден айтайын жатсың ба? Бір деп айтайын жатқан сияқты болдым да. Күшті нәрсе есіме түсіп кетті да соңында. Сөйтіп 12-ші минутта Камавинганың соққысынан кейін Рубен Диашқа тиіп рикошетпен. Бұл жерде Эдерсон болса да құтқармайтын еді. Артега деген Эдерсон травмасынан кейін тұрды ғой енді Артега деген. Сөйтіп ол рикошетпен енді сондай везет, тому везет дейді ғой. Кому везет па сондай бір сөз бар еді енді. Осы Бернардо Силва бар ғой. Бернардо Силва, Фернандеш бар, Джоу Феликс бар. Португалияда ойнай алмай қалады неге? Байқайсыңдар ма? Роналдодан қорқады сияқты. Мысы басым дейді ғой. Неге өйтпей отырсың енді десе ол же мужик болып неге көтермейсің десе болды. Көтеріп берсеңдерші басқа жеткіз. Жаңа мысалы үшін бағана Бернардо Силва салды ғой бірінші голды. Сол кезде Роналдо неге басқа көтермейсің десе. Егер Бернардо Силва қисық теуіп жіберсе неге көтермейсің десе өмір бойы тек неге алды онда. Тем более Роналдо ұрысып жатыр да. Сен андайнада барып айтасыз ба Роналдо ұрысып па ана деп. Тренировкада Роналдо сәл қағасың ерегесіп айтады. Тренировкадан кейін бүйтсе сен Роналдо іздеп жатыр десе. Болды ғой? Сен жоқсың ғой. Бағана басым қайда деген. Білмеймін, мысы басады сияқты, маған да солай көрінеді негізі. Бір Роналдо деген. Бернардо Силва оның қасында әлі кішкентай ғой, әлі карьерасы нандай деген сияқты. Хотя Бернардо Силваның өзі қандай мықты ойыншы. Сөйтіп 1-1 ойын, енді бір былай ойын бірдей бола ма деген кезде 2 минуттан кейін Винисиустың тамаша пасынан кейін Родриго білмеймін Манчестер Ситидің защитасын былай тұрыңдар. Сен ауына өткізейін. Сен ауына өткізейін, сен жанынан өткізейін деп қалай алдыға шығып кетіп замақпен алып тастап паспен гол салды ғой ана. Паспен гол тығып кетеді ғой PlayStation'да сондай сияқты ғой. Пас қойдым дейтіндей гол болды. Гол ма? Ойбу. Өте издевательский гол деп ойлаймын. Өйткені Родригоның хладнокровность дейді ғой бұл жерде. Өйтіп жай теуіп, вратар бүйтіп ұстап алса, бәрі жынсың ба, теппейсің ба дейтін сияқты. Осы жерде Родриго өзінің бразилиялық екенін көрсетті деп ойлаймын. Әдемі. Толықтай келісемін. Техникасы бар екенін. Әдемі гол салды, 2-1. Реал Мадрид ликует дейтін. 2-1 болды, одан кейін ностальгия болды осы жерде 2-1 кезінде. 2-1 салды, камбэк жасады. Ойын енді ашылған сияқты болды. Бүйтіп әрі қарай 75 минут көріңдер деді ғой. Көріңдер. Қараңдаршы. Гол бар, бәрі бар. Қандай бүкіл әлем қарап тұр, давайте ойнайық деген сияқты ғой. Сондай әдемі. Бұл жерде екі тренердің де Анчелотти, Гвардиола екеуі де бүйтіп уже грант қой екеуі де. Қандай команданы алса да қызық болады деген сияқты. И сөйтіп 2-1 болды. Уже 2-1 деген счет Реалға ыңғайлы. Өйткені Реалдың контратакасын білеміз. Контратакаға әдемі өз екі Винисиус бар, Родриго бар, екеуі қалай ойнады сол матчта. Бірақ Беллингем өкінішке орай қатты көрінген жоқ. Беллингем, Холланд, Мбаппе үшеуі де көрінбеді ғой. Осы матчтарда ма? Иә, олардың ойыны болмаған сияқты. Звездовать етіп кеткен шығар. Мүмкін ғой негізі. Беллингем бірақ ставка сода болған шығар, Беллингемге бәрі жабысады да, бірақ Родриго мен Винисиус ойында алып шығады деген сияқты. Андай звездовать етіп кеткеннен кейін былай ма? Тренер ұрсады ғой. Білем ғой. Ойнап жүріп қой, білеміз ғой. Статистика сөйтіп бірінші тайм Ситиға доп берді, и сосын Ситида бір ойбай бір атака жасаған жоқ. Холланд деген білмеймін, осы ойында қатты көреді. Соңғы 8 матчта Холланд бір ғана гол салды. Негізі мен ойлаймын да, былай бір Холланд, Мбаппе, мысалы Беллингем айтады ғой, енді қазір келе жатқан бір болашағы жарқын адамдар ғой. Сөйтіп мысалға 1-2 матчта дұрыс ойнамай қалса, андай вообще көрінбеді ойында, бірдеңе деп. Сен көрдің ба, уже одан көп нәрсе күтіп тұрсың. Ол уже бір жақсы деңгейге жеткендікті білдіреді деп ойлаймын да. Сен одан көп күтіп тұрсаң, сондықтан да Холланд, Мбаппе қайғырмаңдар. Нормально жігіттер, бәрі жақсы баянаған. Бірақ бұл ойында байқайсыздар мен тактика
Холланд рахмет деп жазды. андай Холланд дәл осы видеоны қарады, сәл жылап қалса. Көңіліне алса. сторисқа салса. Бірақ Холландтың бұл ойында басты мақсат гол салу емес, өзіне ойыншы тарту деп сондай тактикалық Гвардиоланың шығарғаны әйтпесе Холландқа көтере берсе де болатын еді ғой деген сияқты әңгіме ғой. Оның қолынан келді сол, кстати. Осы маусымда да жалпы Холландты екінші планға қойып, Холланд сен бір-екі ойыншыны алмастан өзіңе тартасың. Рюдигер жабысы болды Холландқа деген сияқты ғой. Бірақ Рюдигер бос, яғни Рюдигер бос емес, то есть Тчуамини жолтыда уже ойнай беруге болады, кішкене көрсеңдерші басқа жақпен деген сияқты, сондай бір тактика болған сияқты. Сөйтіп бірінші тайм өйтіп бітті. Бірінші таймнан кейін Гвардиола айтқан шығар, бүйтейік, мынаумен ойнайық, сөйтейік деген сияқты. Негізі осы матчта алғашқы минуттан бастап Кевин Де Брюйне шыққан жоқ. Өйткені соңғы ойындарда Де Брюйненің орнын Фоден жақсы алып, жолдары хет-трик жасап сөйтіп. Екеуінің позициясы негізі Фоден өзі кез келген жерде жүре береді ғой бүйтіп. И Де Брюйнеде ортада, бірақ былай жүріп көтере береді деген сияқты. Сөйтіп конкуренцияны жеңіліп қалды негізі осы маусымда. Сөйтіп Де Брюйнені запасқа отырды, если что шығасың деген сияқты. Бірақ Фоден шықпайсың, брат, мен до конца ойнайын деген сияқты ойын көрсетті ғой. Сөйтіп екінші тайм басталды. И екінші таймда Фоден мен Бернарду Сильваның ойыны болды ғой. Бернарду оң жақта, Фоден өздері пейтіп жүреді. Сәл қарамай теуіп жүреді. Сөйтіп Фоденнің голын басында бір-екі соққылары былай-былай қисып кетті, бірақ вратарь тексеріп аламын деген шығар. Пока тексерейін деген сияқты Лунинді. Сөйтіп екінші голы Манчестер Сити. Бұл жерде бағана біз Ортеганың орнында Эдерсон болса да қайтара алмайды дейтін сияқты, бұл жерде Луниннің орнында Куртуа болса да қайтара алмайтындай соққы болды. 9-дыққа деп айтады ғой. Қалай салды енді анау? Мощный, бірінші гол әдемі, екінші гол одан да, үшінші гол әдемі, төртінші гол одан да әдемі деген сияқты. Нарастающий мен келе жатыр, осыдан кейін қандай гол салып жатырмыз дейтіндей болды ғой. 2-2 Фоденнің голы. Реал қайттан доп алу керек па, не істейміз деп атқан кезде 66-та салды ма, қателеспесем? Бірден салды емес пе? 66-та Фоден салды. 71-де Йошков Гвардиол. Осы маусымдағы жалпы Манчестер Сити сапындағы ең алғашқы гол екен, ойлаңдаршы. Еще Реалға, еще 1-4-те, еще сен 2-2 счетында Сантьяго Бернабеуде саласың. Еще 16 сыртынан. Сен молды өйтіп теуіп те жүрген жоқсың негізі. Защитниксің. Сөйтіп өтте әдемі гол салды. Депті ғой, пырым. Пырым дейтін. Пырым теуіп болмайды дейтін бар еді баяғыда. Андай болады ғой, білесіңдер ма? Бір балдармен жиналып турнир ойнайсыңдар да, FIFA-дан. Бір ойнай алмайтын бала болады да. Именно саған қарсы қатты ойнап кетеді ғой. Бәрін ұмытып, сен мақсат қотылып қалдың ғой дейтін. Сондай. Гвардиола өте әдемі гол салды. 3-2. Сол, кстати, Пеп Гвардиоланың баласы емес, да? Баласы емес. Көбісі баласы деп ойлайды екен. Не масқара. Не масқара. Күшті болды. Андай сондай голдар ұнайды маған ше. Кавани бір салатын бар еді Португалияға. Айналып жүретін ше. Өте әдемі гол. Есеп 3-2 қайтадан Ситиға. Басын өзі 0-0. Потом Сити алды ойынды, потом Реалды алды, потом ничья болды қайттан, потом Сити алды. Енді Реалдың ответін күтеміз деген кезде Анчелотти айтты, болды, ответ болады. Давайте ауыстырайық. Родригоның орнына Брайм Диас шығарайық. Кросстың орнына Модрич шығарайық. Модрич бұрынғыдай 90 минут ойнап айырып беретін дейміз, бірақ профессионал бар, ойнайтыны бар енді. Сәл профессионалдау ма? Сондай бір қателеспейді ма? Кішкене. Сәл пастары точно бара ма? Сондай бірдеңе бар енді. Сөйтіп Модричті шығарды. Модрич енді дальше енді Модричқа доп берді. Полядағы тренері ғой. Өзің жүргіз деді ғой. Анчелотти, Полядағы Анчелоттидің ойын жүргізетінін сөйтіп допты берді да, сөйтіп өзің көрші енді деді. Модрич алды да былай жіберіп көрді, мына жаққа барып көрейін. Сөйтіп өйтіп Винисиусқа берді ғой допты. Винисиус четкий басқа. Енді Винисиус бірақ енді теп берген жоқ негізі. Ойынды басқа флангқа ауыстырайын, кішкене ойын былай жүрсін деп Винисиус көтеріп еді. Енді Вальверде
бүгін түбі әдемі голдар кіріп жатыр екен. Неге салмасқа деп. Неге салмасқа деп. Вальверден жалпы негізі алыстан тебетін қасиеті бар енді. Бар Бар. Енді ана жерде ондай бір 10 рет тепсе Вальверде, оның 9-ы кірмеуі мүмкін. Сондай ударда еді ғой. Баяғыда кім Бенджамин Павардың чемпионат мирада салған голы бар еді. Тепсен төбеге ұшып кете беретін не ғой, пас қой негізі. Қиын пас. Қиын енді анау өзі қисты бите беретін ба? Келесіде дейтін. Жоқ, енді анау соққы өте әдемі гол болды. Андай болды ғой, баскетболда болады ғой, типа біреудің бұтына өткізгенде деп бәрі шулап тұр ғой. Бізде дәл солай болды, барда отырық қой бәріміз. Отырық та, одан кейін бар Вальверде гол салды, ана жақтан бәрі тұрып айқайлап шуым қасымызда вообще шетте чехтар отыр ғой. 3 чех отырып алған, пиво алған. Ұлт чехтар отырып алған, бәрін шулап ана жақтан прям мықты бір эмоция болды. Негізі бар ғой, осы матчта мен ойлаймынша гол болмаса да қызық болушы еді. Өйткені мен қарап отырмын да, мен личный мнением, екі әлемдегі наданный момент, ең үздік командалардың ойыны, не дейін гениальный пастар, кәдімгі ана жақта кипиш көріп жатсың ғой. И гол болмаса да қызық анау деген. Еще ана голдармен вообще прям. Еще 3-3 ба? 3-3. Еще комментатор қызығырақ. 3-3-тің ойынын қызық емес қылып жүргізу невозможно сияқты. Иә, 3-3 десең де ол жерде бірінші голдан бастап қараңдар деген сияқты болды ғой. 3-3 болды. Мені триллер болды. Осы жерден ысқара салсаң да біз разымыз негізі дейтін не ғой. 2-3 болған кезде, Сити гол тыққан кезде Анчелотти бірден реакция берді. Ойыншы Модрич шығарды, Брайан Диас шығарды. 3-3 болды. Енді бір Гвардиола шығаратын шығар енді. Бар ғой ар жақта отырған балдар. Де Брюйне бар. Доку дейтін бар еді, доку дейтін былғайтын еді ғой АПЛ-да кез келген. Мен негізі андай бір жағынан Реалға қиындау болып қалады ғой негізі Манчестер неге барғанда. Гостях ойнаған кезде де ойлаймын да, аналар Сантьяго Бернабеуде никогда особо беріле қоймайды ғой Реал. Мықты екен Сити деймін да, келді, патыр, бұтыр кәдімгі. Роботтар ғой. Атысып, отысып. Негізі бірінші ойын Манчестерде болып, екінші ойын Реал осы Мадридте болса, Мадридке оңайлау еді, өйткені өз үйінде камбэк жасау оңай деген сияқты. Бірақ енді екінші ойын күтеміз. Сөйтіп 3-3 болды. Енді бір замена бірдеңе бола ма деген кезде ештеңе жасамай, Фоден өзі жарақат алып, өз жерде жоқ жерден жарақат алып, Фоденнің орнына Альваресті шығарды, Де Брюйнен емес, Альваресті шығарды. Сөйтіп ойынның соңы екеуі де бір ничаға келіскендей болып, келесі матчта көрейік. Андай болды ғой. Көп салып қойды. Карта ойнатасың ғой. Езін көзді бит. Бөлек ұстап отырасың. До конца же соңына дейін. Сондай бір матч болды. Соңында екінші матчқа қалдырды. Есеп 3-3 болып бітті. Соңында Карвахаль бір жолтығы бар. Кім ұтатын сияқты, негізі өтетін сияқты. Енді екінші ойынға кішігірім өзіміздің ойымызды айтып кетейік. 3-3 болып бітті. Енді екінші ойынды көрсеңдерші дейтіндей болды. Көру керек. 0-0 болса да ренжімейміз ғой біз. Өткен бірінші матч екі матчтың эмоциясын беріп тастады. Енді екінші ойында Мага өзінің ойын бойынша Манчестерде. Енді былтырғы ойында полуфиналда ма? Тоже камбэк жасады ма Реал Мадрид? Былтыр ма? Алдыңғы жыл ма, иә? Жыл сайын істеп отыр ғой негізі. Жыл сайын, бірақ бір жыл кәдімгі подряд істеді ғой Челсиға. Иә. Именно қиын нелерді командалар. Осындай болатын сияқты негізі. Менің ойымша андай енді ол Сантьяго Бернабеу, ол Реал Мадрид ол жерде кішкене давление болған сияқты да болельщиктерден. Дата болғатты да, анау кез келген адамға саған залда 100 мың, 80 мың адам отыр деші. Әр қайсы 80 мың давление бол саған по-любому. Ана жақта кішкене бос ойнап, қарап, жинақы болып, менің ойымша Реал Мадрид өтіп кететін сияқты болып тұр. Ары қарай Реал Мадрид өтеді деп ойлаймын. Мен де сөйтіп ойлаймын. Бірақ мен ойымша аңсаған, как Ливерпульдің настоящий болельщигі Реалға болеть ететін сияқты. Біздер Барселонаны ұнатпаймыз ғой, сол сияқты мыналар деген Ситиді ұнатпайды ғой. Жоқ, мен ондай ойда емеспін десем. Бұл жерде енді бізде қазір АПЛ-де, бізде де бір өзім ойнап жүрген сияқты сөзде. АПЛ-де Арсеналда 71 очко, Ливерпульде 71, Ситиде 70 ғой. Үшеуінде. А 4-те кім? 4-те 51 біле Астон Вилла ма, Тоттенхэм ба сондай. Үшеуі ғана
Енді бұл жерде маған Ситидің шаршағаны керек қой. Өйткені АПЛ-ға күш қалдырмайтындай, сондықтан Ситидің әрі қарай өткені керек. Тамаша. Деп ойлап, өзім Ситиға жанкүйермін, бірақ бұл жерде енді кім жеңсе де, менің жеке ойым осы парадағы команда чемпион болу керек сияқты, как будто. Өйткені чемпионский ойын, әдемі ойын деп ойлаймын енді өз басым. Бірақ енді басқа да командалар бар, оларға ешқандай жанкүйерлеріне ешқандай қарсылығым ештеңе жоқ. Просто осы ойын финалдың ойыны сияқты болды да. Бірақ сен чемпион болу керек сияқты дедің ғой. Осы четвертьфиналдағы бүкіл матчтарды қарасаң, бәрі чемпионға лайық негізінде. 2-2 жаңағы Арсеналда болу керек. Енді Барселонадан басқа. Тамаша жауап. Барселонаның жанкүйерлеріне, бірақ олар да ұтып кетті. Ол ойынға қазір бұрыламыз. Сөйтіп екінші ойында Реал Мадрид өтеді деген ойдасыңдар, иә? Енді бәріміз Реал Мадрид деп айтпас үшін мен өзімді кішкене Сити өтеді деп ойлаймын. Айтайын өткенде. Мен бірақ андай екеуінің қайсысы өтсе де ренжімеймін ше. Екеуі де жақсы да. Несправедливо дейтін болмайды сияқты ол жерде. Бірақ енді андай бір қатты бір мысалы 3 гол разница, 2 гол разница деген болмайды сияқты. Бір обидный поражение болады. Близкий ойын ба? Иә, құрметті көрермендер, комментарий жазып кетіңіздер. Кім қандай счетпен өтіп кетеді, кімге жанкүйерсіз деген сияқты. Біз екінші ойынға өтейік. Әр подкастта қонақпен доп набивать ету дейтін бар еді. Алдыңғы бізде Ерасыл мен Деля келген. Енді солардың рекордын жаңартасын бас қазір сен тексереміз. Қанша тебеді негізі олар? 14 па? Ой, 14-15-тен жоғары тепсең, сен рекорд жаңартасың. Маусым соңында. Бізде бола ма? Иә, маусым бәрі саналады. Маусым соңында бізде арнайы сыйлығымыз бар, ең көп тепкен адамға. Мүмкін сенің жолың болып кетер. Кеттік тексеріп. Әлбетте көрейік. Не үшін көрмеске? Бүгін бізде өз өнерімен халықты таңғалдыратын аңыз ойыншы Мага Байгайс ал кеттік. 1. Басыңа қойға болады. Ұруға да болады, бірақ басыңды ұрламасаң болды әйтеуір. 1. Өте жақын екен, е? 1. Неге тіземен дегенге тіземен істеп жатырмын мен өзім. Жоқ, аяқпен бастай бер, давай. 1. Бір саналмайды. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! Тамаша. 10. Біз бағынан бері 10 деп айтып едік. 1, 2, 3, 4. Болды. Мага Байгайста 10 ұпай. Құттықтаймыз. Тамаша результат деп ойлаймын. Дәл сол күні, дәл сол уақытта параллельно бізде Арсенал Бавария. Былай қарап, афишаны қараған кезде мына матчты да көргім келіп тұр. Неге екеуі бір уақытта деген сияқты. Арсенал мен Бавария ойнады. Лондонда алғашқы ойын болды. Арсенал Бавария 2-2 счетымен Манчестер Сити мен Реалдың бізді негізі ойнай аламыз, бізді көрсеңдер болады деген сияқты ойын болды ғой. Арсенал Бавария 2-2. Қызыл ойын болды ғой шым. Иә, бұл ойынға екі команда да қатты дайындалып келді. Біріншіден Арсеналда енді АПЛ бар. Егер АПЛда бұл жерде конкуренция енді Сити мен Ливерпуль тұр. Чемпиондар лигасын қойып АПЛға ғана дейін десек, АПЛда да ұтылып қалуы мүмкін да. Бұл жерде Арсенал екі фронтта да максимум салу керек, өйткені бұл кубок лиги емес, бүйтіп бере салатын деген сияқты. Ал Бавария ол Бундеслиганы жіберіп қойды. 16 очкомен кімге? Екі жақта да мотивация күшті ғой, негізі. Хайденхаймға 3-2 болдық. Байер деді ғой. Кубоктан да ұшып кетті. Енді Баварияға терять нечего бұл жерде. 15 игрок ойнаса да ертең Бундеслигаға барып ылғи жастарын шығарса да, әйтеуір өйтіп осы чемпиондар лигасында өлдім финалға дейін бару ғой бұл жерде. Бұған Баварияға Реал түсіп тұрған жоқ, Сити түсіп тұрған жоқ, ПСЖ түсіп тұрған жоқ, Арсенал түсіп тұр. Ойналымды команда, играбельная дейді ғой, ойнап көруге болады дейтіндей. Сөйтіп матч бұл жерде екі командада прям составта бір қатты трабл жоқ. Баварияда бір Кимех негізі ортада ойнау керек еді, правозащитник болып шықты, оның орнына сары травмада өйтіп, оның орнына басқа игрок шықты. Бірақ
екі команда да дайын жалып айтатындай емес. Менде анау жоқ қой, мынау жоқ қой дейтіндей емес. Жосегім істейді, істемейді дейтіндей емес бұл жерде. Теппей ма? Сөйтіп бірінші Реал мен Сити ойнап жатқан кезде Сити гол салды, анау салды. Ар жаққа қарасақ, ар жақта Арсенал салып кеткен. Бірінші голды Сака әдемі өзінің. Бернарду Сильва кім ол? Мен де ойнай аламын, негізі сол аяғым жақсы дейтіндей. Әдемі дальныйға баяғыда Баварияда сондай стильде гол салатын Робин дейтін игрок бар еді ғой. Каждый гол сол турдың лучший голы болуға лайық болды. Саканың голы. Айтпақшы, бірінші Манчестер Сити Реал командалар арасындағы үздік ойыншыны Фил Фоден алып кетті. Фоден лайықты деп ойлаймын. Лайықты, ана гол деген прям жоқ жерден салды ғой. Фоден ойынды жүргізіп, жалпы Фоденнің не деп айтушы еді? Фоденнің решительность. Қалай? Решительность. Жоқ, Фоденның нағашысы. Фоденның кеші болды тез лайкшы. Басқа бір сөз бар. Жеке стендап кеші болды. Иә, болды. Арсенал мен Бавария орайлайық. Арсенал сөйтіп 1-0. Сака әдемі гол салып кетті. Мен білмеймін. АПЛ-дың командалары жарап тұрған сияқты өзіме. Кішкене жақында АПЛ, сондықтан әдемі гол салды. 1-0. Сосын допты өзі Арсенал деген жалпы доп ұстай алатын команда ғой. Арсен Венгердің кезінен бастап. Енді кімнің Баварияның голы білмеймін қандай гол болған. Не гол анау? Гнабридің салды. Анау екінші голда кім салды емес па? Гнабри салды. Бұлай не болып кетті анау екінші голда. Негізі Мусиала бүйтіп лақтырған еді, анау вратар мен защитник мен алам ба, сен алам ба деген сияқтан. PlayStation отырсын, қалай кіріп кетті мынау дейтін. Мен алам деді та, бұл сосын ол жерде бүйтіп ортаға пас берген кезде перехват и то анау тез болып кетті ғой. Ол жерде еш алатындай емес. Ол контратака дейін десең де негізі доп Арсеналда болды да. Просто перехват мяча сквозной пас берді дейін бар еді, алдына өткізіп жіберді. Гнабриді алдын шығарып жіберді. Гнабри негізі Арсеналда ойнаған ба, сондай ғой? Гнабри Арсеналға көп гол салған. Сондай бар. Жоқ, негізі ойнаған ба, бірдеңесі бар, бұрын сол бір Арсеналдың шәкірті ма, или сояқтың. Гнабри Арсеналда ойнаған ба? Оны қазір тексереміз. Сондай бірдеңесі бар. Сен Аршавинмен шатастырып отырсың? Жоқ. Гнабри. Иә, Арсеналда ойнаған. Арсеналда ойнаған ғой, оны ұмытып кеттім. Арсеналда ойнаған. И Арсеналға баяғыда мен PlayStation'да андай бар еді, ең күшті празднование сөйтіп Арсеналға салған кезде. Сөйтіп 1-1 ойыны Арсенал как будто бы солай ойын негізі 1-0-ден дальше ұстау керек еді, бүйтіп контратакаға шығатын Сакасы бар деген сияқты. Бірақ өкінішке орай 1-1, сосын одан кейін орталық қорғаушы Салиба ғой алып келген пенальтиді. Көрдіңдер ме сендер Арсеналдың ойынын? Салиба құлатты. Енді ол жерде 100%-тық пенальти саны дейтін ойыншы кезінде мен Ситида ойнағанмын, білем Арсеналда деген сияқты. Допты ана жақтан алып келе жатыр, ешкім мешать етпейді. Егер құлататын болсаң, ертерек құлатта, жолтыйыңды ал, түшуамын сияқты. Құлатасың, жолтыйды деген сияқты. Бірақ сөйтіп құлатты. Кейін мен де кезінде Тоттенхэмда ойнаған ғой. Білем мына Арсеналда Лондонда талай рет өнер көрсеткенмін деді да. Өте оңай пенальти салды. Әдемі, иә? Былай салады негізі. Братандар сияқты салды ғой. Бүйтіп мына жаққа қарай дік. Міне. Болды, мен Лондонға оралдым деген сияқты. Сөйтіп екінші тайм басталды. Екінші таймда перерывта бірден Зинченконы шығарды артата. Зинченко доп. Бірінші таймда владение 60-40 болды Арсеналда. Допты беріп тұр Бавария. Неге осындай ойындарда Зинченконы шығарып, кішкене Зинченко енді ортаға кетіп қалатыны бар, допты былай-былай жүргізетіні бар. Сөйтіп Зинченконы шығарды Кибердің орнына. Сөйтіп екінші тайм ойын алып отыр, допты берді, давай көріңдер бір-біріне өйтіп бүйтіп. Арсенал енді былай да көрді, замена жасады, Тросарды шығарды. Сөйтіп екінші таймда Тросар шөпті 2-2 қылды да. Ол жерде уже ары қарай Тросардың голынан кейін один не сможет, другой не хочет деген ойын болды. Екеуі де 2-2 келісіп тұр. Рисковать еткісі келіп тұрған жоқ. Атакаға шығады, өйткені әлі екінші ойын бар екені бастарында тұр. Полный атакаға шыққысы келмейді, бұлар да рисковать еткісі келмейді. Сөйтіп екінші ойынды күтейік дейтіндей. Сөйтіп 2-2 болып бітті. Ойын тамаша,
Тамаша. Лондондағы әдемі енді Мюнхенге барып көреміз енді екінші ойынды деген сияқты. Сити мен Реалдың ойыннан кем түспеді негізі. Кем түспеді былай. Арсенал мен Баварияның жанкүйерлері біздің ойында қызық болды дейтіндей ойын болды. Сөйтіп 2-2. Енді қонаққа барады арсеналдықтар. Былай ойынға қарасақ, екі команда тең. Бірдей ғой. Иә, тең. Екеуінде де шансы бар, мүмкіндіктері. Екеуінде де прям алып кететін, бірақ Фоден сияқты бүйтіп. Мынау Фоден, мынау дейтін сияқты ойыншылар жоқ, бірақ Сака деген, бәрі ойнайды. Сака деген ертең екінші ойындарда алып шығуы мүмкін. Там Кейннің бірдеңелері шығып кетуі мүмкін. Там Санеда осындай бір әдемі рывоктар жасап бірдеңе алып кетуі мүмкін дейтін. Екінші ойыннан күтеріміз көп. Енді осы екінші ойынға өздерінің болжамдарын қалай ойлайсыңдар? Арсенал өтіп кете ма, әлде Бавария барын сала ма? Өйткені үйде Баварияның білеміз Альянс аренада қалай ойнайтынын, қалай ертең перформанс жасайды ол жерде. Бұл жерде Баварияға соңғы мүмкіндік. Осыдан кейін болды, сезон аяқталды деп есептей берейік. Егер ұтылып қалса, болды әрі қарай Бундеслиганың ойындарын жай Кейннің рекордын үшін ғана ойнамаса, Кейн қазір 31 гол салып тұр чемпионатта. 40 голға дейін кезінде Левандовскийдің рекорды бар екен. Соны жаңартуға ғана ойнау прикол үшін көрсе, прикол үшін ойнапсақ да конца сияқты. Тойды ойнаптық деп барасың. Иә. Тренировка күні тағы тренировка не үшін деген сияқты ғой дейсің. Ай барамыз. Менің ойымша. Шынымен есіне келімше. Менің ойымша, короче. Үндемеген жақсы болады еді. Менің ойымша Бавария мен Арсеналдың матчында Бавария өтіп кететін сияқты. Өйткені екеуінің тең деп айтуға менің ойымша келмейтін сияқты кішкене. Өйткені Баварияның именно Лига чемпионатта ойнаған опыты көбірек деп ойлаймыз басын. Арсенал енді АПЛ-да командалардың Лига чемпионатқа шығуының өзі қиын ғой негізі. Арсенал ұтылып қалатын сияқты менің ойымша. Опыттың арқасында Бавария ұтып кететін сияқты деп ойлап тұрмын мен. Маған не дейсіз? Қиын иә, намаз. Қиын иә, бірақ негізінде 51-де 49 болып тұрған сияқты. Бірақ негізінде Арсенал ойнайтын сияқты. Ойнайтын сияқты маған, менің даже өзім ойымша ше, өйткені андай Бавария енді кембек жасап біледі ғой енді, опыт бар басқа бар, бірақ енді қазіргі составы, қазіргі ойынына қарасаң Арсеналдың нет ничего невозможного болып тұр ғой. Баварияда ойнаған қиын болады. Мен ойымша енді Арсенал ұтатын секілді, кішкене темп бар да ойындарында. Чудоға сеніпсің ғой кішкене. Бүйтіп қарайсың, білмеймін енді. Солай болады шығар деп ойлаймын. Арсенал, бірақ Арсенал өтеді деп ойлаймын өзім. Кім мынау өтсе екен деген мақсат емес, бірақ Арсенал өтетін сияқты. Иә, бұл жерде Баварияда тек бір ойыншыны ғана жалко, бұл Харри Кейн. Тоттенхэмнан трофей ұтамын деп кетіп еді. Бавария ана жақта қанша жылдар бойы подряд ұтып келе жатқан именно Кейн деген кезде ғана жоқ бере салайық осыны деп. Ол жерде Алонсоның командасы қатты ойнап кетіп Байер сөйтіп Кейн дымсыз қалып тұр. Бірақ Кейнге ғана жалко маған. Кейн үшін ғана Баварияға жанкүйермін, өтіп кетсе екен, әйтеуір бірдеңе алса екен деген сияқты. Бірақ әрі қарай одан да қиын болды ол финалда. Бұндай ойындармен Ситиге, Реалға қарсы тұру қиындау. Өлтіреді олар. Иә, сондықтан білмеймін, мен әдемі ойынға және Арсеналға жанкүйермін, өйткені Арсенал сол баяғы Арсенал шаршаса екен, Сити шаршаса екен, сөйтіп Ливерпуль чемпион болып кетсе екен. Арам ой ғой біздікі. Сөйтіп финалға дейін барып екеуі кездесіп ешкім ұтпаса екен. Мысалға, андай қарайсың да, мысалы Бавария Арсенал екеуін салыстырсаң тарихында Арсенал қай жыл алған соңғы рет мысалға? Чемпиондар лигасын ба? Чемпиондар лигасын өте баяғыда. Өте баяғыда ғой? Өте баяғыда. Бавария мысалға бір алды ғой, бір 10 алған сияқты анау. 13-те кімде алды? Жоқ, кімде? 12 қашан? Баварияның Боруссия шықты финалға. Ковид жылында алған жоқ па? Сыр алды ма или ол кезде? Жоқ, сол кезде Бавария алды. Иә. Ковид жылында. 8-де 20 ма 21 ма сондай. Сол кезде емес па? Иә. Сол кезде алды. Неймар қарасаң енді Арсенал өтіп кішкене ойнаса жақсы деп ойлаймын да өзім. Арсеналдың бір жолы болатындай ма? Бір заслужить еткені бар енді, иә? Ол бар енді. Иә. Заслужить еткені бар. Шынымен иә, Арсеналға мен баяғыда айтатынмын, егер мен Ливерпульге жанкүйер болмасам, Арсеналға жанкүйер болушы едім. Өйткені қатты симпатизировать етеді. Футболда өте жақсы. Кезінде Арсен Венгердің
пастарында бүйтіп ұнайтын еді ғой Арсенал. Иә, Ешкімге по-любому. хейтер жоқ команда еді ғой енді. Біреулер MU-ді көрсе ойбай, Челсиді көрсе абай көп бірдеңе дейді. Арсеналды қараған кезде аяп жүресің дейді. Всегда бір жыртығын жамап сөйтіп жүретін команда еді. Сондықтан мен де Арсеналға жанкүйер боламын. Құрметті көрермендер, Арсенал мен Бавария кім өтеді? Комментарий жазып кетіңіздер. Өз ойларыңызды біз оқимыз. Иә, мен өз бәрін оқимын. Сендер жігіттер кімге жанкүйерсіңдер? Осы матчта Арсенал мен Баварияда. Арсенал ғой бәрі, иә, жұбы. Иә, Баварияға ешкімнің сүйкімі жоқ болып тұр екен ғой, иә. Жалпы осы маусымда. Бавария сәл бірандай бір кәрі команда сияқты ма? Милау ма? Алды ғой жетеді дейтін команда ғой. Иә. Болды ғой сендер алдыңдар ғой. Оларға бір жаңа бір дем керек сияқты. Өйткені команданы қазір уже Мусиала мен Кимихтің айналасында құру керек сияқты. Оларға бір оттегі керек сияқты. Тамаша. Енді кешегі ойындарға кетейік. Кешегі ойындарда Барселона, Париж Сен-Жермен. Париж Сен-Жермен, Барселона. Парижде болды кешегі ойын. Ол ойын не үшін қызық? Өткен кезінде білеміз Барселонаның камбэкін. И сол Лига чемпионаттағы ең күшті камбэк деп ойлаймын тарихындағы. Сол ойыннан кейін соған келіспеймін мен, бірақ сол кездегі матчқа жарайды аға. Айта бер, кім не үшін келіспейсің? Сатып алған сияқты. Алтта бір болған, өтірік пенальтилар болды кішкене. Андай мен бір Барселонаны жек көргендік емес, достойны салып тастасаң, ешкімнің әңгімесі жоқ та саған. Өйткені біреудің көкейінде қақып кетеді да, по-любому болельшіксің ғой сен қарағаннан кейін, любой адамның бір жүрегінде қақып кетеді. Ол историяда жазылып тұр, бүкіл интернет, ютубта көрініп тұрған дүниеде. Сен өзіңе де ыңғайсыздау да, сәл бүйтіп. Мысалы қарап тұрсың да, сен Суарессің да, өтірік құлағаныңды қаласың ғой, енді өзіңде өтірік құлаған бірақ мен ойлаймын енді Барселонаның нелеріне, игроктарына магын мнениесіне кішкене жоқ, мен андай жаман деп жатқан жоқ, мен сол жерде болмағаннан кейін білмейсің да, бірақ андай пенальтисіз ақ салынғанда гол мен вообще андай қуанып тамаша болдым. Сондай мнениелер көп болды негізі. Иә, сол ғой, содан кейін де ғой андай біреуді жек көру, біреуді түсіру дейтін мақсат емес. Ол менің мнением, мысалы Барселоналықтарға қызық емес қой мысалы. Жоқ, шынына келгенде. Барселонаның жанкүйерлері жоқ, біз тамаша ұттық деп ойлайды оны, бірақ жоқ, негізі өзін сүйікті команданы ұтса ешқандай минусына қарамайсың. Бірақ кешегі матчта мен риза болдым ойындарына ше. Достойно. Кеше Барселона өте жақсы ойнады. Бұл ойын бізге не үшін қызық болды? Өйткені сол кезінде камбэк бар ғой. И содан кейін бұл афиша бар да, өйткені сондай ойын болуы мүмкін, даже сондай нәрсе істеп тастаймыз деген сияқты ғой. Оның үстіне PSG-ның тренері Энрике Иглесиас па? Сол кісі мысалы бұрын Барселонаның тренері болған. Барселонада кезінде требл жасаған 2015-2016-дағы кімнің MSN дейтін бар ғой, Месси, Суарес, Неймар. Сол трионың бір сезонда 101-деңге гол тыққан кім бар, қалай бар, үшеуі сала беретін еді ғой. Бір қарасаң бір-біріне пас беріп атады. Сол кезіндегі праймы Барселона дейді ғой, сол кездегі тренері Луис Энрике өкінішке орай Барселонадан бір қайғылы жағдайлардан кейін кеткен еді. Өйтіп қазір уже есін жиып PSG-ға оралды. PSG-да өзінің футболын әдемі қойып келе жатыр деп есептейміз. Бұрынғы PSG тек Мбаппеге ғана байлаулы еді. Қазір Мбаппесіз де жақсы ойнай ма деген сияқты ойындар ғой. Өйткені Мбаппені көбінесе заменаға шығарып жіберіп сондай нәрселер болып жатыр. Ойын, кстати, PSG бар ғой, байқадыңдар ма? Топ игроктарды, мысалы, PSG бұрын андай медийный игроктарды ма алатын ғой, типа халыққа көрініп жүрген игроктарды ше. Ал қазір как бы тактично относиться ететін болған ба? Өйткені PSG өзінің атын құрап алды. Енді ары қарай футбол деген сияқты ғой. Кезінде Неймар, Месси, Мбаппенің составы ойлашы енді сен былай. Сол составын PSG-ның ше. Невозможно ғой. Масқара ғой. Баяғыда PlayStation-де PSG-ны алуға болмайды дейтін бар еді. PSG-ны алған адам ойнай алмайды. Черт, ол или ойнамайды адам. Жоқ, до того PSG бізді уже үйретіп тастаған, любой кім бар, бәрін аламыз дегендей. Пелені қайттан футболға келіп алып алса да кәдімгі таңғалмайсың. Пелені алып келеміз. Сондай. Енді құрам бойынша екі командада енді біріншіден Барселонаның құрамын айтайық. Центральный защитник болып 2007 жылғы жігіт Кубарси дейтін
сосын Ямаль шықты 2007 жылғы бала. Барселонаның рекорд қойды осы четвертьфиналдағы жалпы тарихтағы ең жас ойыншы. 2007-лер қаншада қазір? 2007-лер 17-де. 17-десің сен, иә? И сен Парис Сен-Жерменге қарсы Чемпиондар лигасының 1-4 ойынына шығып тұрсың, ойлашы. Мақта. Қандай? Мектеп оқитын балалар ғой, получается, иә? Барселонаның академиясына бұл жерде бас ию керек сияқты, өйткені қандай жетістік бұл жерде. Енді Барселонаның алдағы бір 10-15 жылдығы осы Ямальдың айналасындағы бүйтіп ойнап тұр. 17-де Ансу Фати да сөйтіп еді, бірақ Ансу Фатидан Ямаль более стабильныйлау кішкене сондай сияқты. Өйткені Ансу Фатиға бірден 13 нөмір беріп тастап, болды сен новый Мессисің деп тастап еді ғой, деген сияқты. Енді қазір бірақ Гави, Педри деген сияқты көп Барселонаның, бірақ Гави мен Педри де кеше ойнаған жоқ, өкінішке орай. Сөйтіп міне Барселонаның составы Кансело, Кубарси, Араухо, Кунде, Тер Штеген воротада, жаңағы Гюндаган, Де Йонг, Роберто, ал атакада Рафиня, Левандовский, Ямаль. Өте жақсы состав ғой. Иә. Бұл жерде Левандовскийдің ойындарда решать етіп жіберетіні бар, Ямальдың жаңағы өзінің ойында алып шығатыны бар. И осы көлеңкеде Рафиня қалып қойып еді. Кешегі ойында тамаша ойын көрсетіп, 2 гол салып, победаны алып келді. Рафиня жоқ жерден, Рафиня дейтін былай қатты көріне бермейтін ғой негізі. Жақсы игрок қой, бірақ Барселонада кім десе бірінші 5-6 ойыншы, сосын барып Рафиня да бар екен ғой дейтін біздің банальный ойымыз бар ғой. Кеше Рафиня алғашқы голды салды бірінші таймда, сөйтіп бірінші тайм 1-0 бітті. Ал Парис Сен-Жерменнің PSG-ның составы Донарума, Маркиньос, Эрнандес, Беральдо, Мендеш. Былай қарыпсың, кімдерді айтатсың дейсің ғой? Ли, Витинья, Руис, Дембеле, Асенсио, Мбаппе. Бұл жерде Луис Энрике осы сезонда Асенсионы негізі PSG-ға өскенде бұл да бір заменада отырады ғой деп еді, бірақ Луис Энрике ұнатып, өзі испанец қой өзі, кішкене ұнатып, Коло Муани, Гонсало Рамуш оларды емес, больше осы бүйтіп андай нападающийсіз ойнайды дейді ғой негізі. Кім алдыға шығып кете алады, сол шығып кетеді деген сияқты. Беллингемді ойнатады ғой баяғыда, сондай сияқты. Сондай бір тактикада. Сөйтіп 2 ойын басталды. Бірінші гол Рафиняның голы. Бірінші бүйтіп келді ғой, әйтеуір алдына топ келді, гол салып кетті ғой өзі. Бірінші тайм өте тең бет. Жалпы бұл ойын негізі тең ойын болды. Бір команда бүйтіп емес. Бұл ойын тең ойын болды. Бірінші таймда 1-0 болған кезде, ой, кешегі Сити мен Реалдың ойыны қызық еді дейтін сияқты, сондай болды. Сондай болса ғой деп біз арманда оттық қой, сондай голдар кірсе ғой деп. Бірінші тайм 1-0, 2-3, 5 гол салынатындай ойын болған жоқ бірінші таймда. Бірінші тайм 1-0, сол бір-бірінің 1-0 болып бітетін шығар деп едік. Екінші таймда бірден Луис Энрике Асенсионы алып тастады, жоқ, Баркаляны шығарам деді. Жап-жас тамаша ойыншы, ол нешінші жылғы? 2002 жылғы. Кәр екен ғой, деп сондай болып қалсаң. Екілерге сондай ма? Сөйтіп өзінің бұрынғы командасына Усман Дембеле 48-ші минутта гол салды. Әдемі гол, иә. Дембеле оралды дедім мен. Иә, Мбаппе флангпен кіріп, прострел жасады. Рикошетпен Дембеле келді. Дембеле замақпен қалай? Замақ 2 метр ма немене? Замақты алған кезде алып тастап тебетін еді ғой негізі. Бұлай алып бүйтіп әдемі гол салды. Қуанды. Иә, қалай қуанды? Жындаған қуанды ғой кәдімгідей. Кезінде мені сенбей сатып жіберіп едіңдер, сенбей деген сияқты. Өйткені Дембеленің негізі таланты мықты ғой негізі. Екі аяқпен де жақсы ойнай беретін универсал ойыншы. Өкінішке орай Барселонада көп травма болып, сөйтіп еш жей алмай дұрыс ойнай алған жоқ. Сөйтіп 48-ші минутта гол салды. Енді Барселонаның ответін көреміз ба дегенде тез ойын болып кетті ғой дальше. 51-ші минутта Витиньяның әдемі голы. Бұл жерде енді қақпашыны да қатты кінәлай алмаймыз. Бұл жерде ойынға концентрация жоғалтып алды деп ойлаймын. Бұл жерде Барселона әлі ойынға қайтып оралған жоқ. Сөйтіп 2-1. Енді ары қарай Өшеде ұттау дедік қой, примерно, PSG. PSG ұтқандай болды. Сөйтіп 2 замена Жоау Феликс пен Педри шықты. Робертоны алып тастады. Роберто енді бұндай ойындарды негізі қатты көтере бермейді уже. Кезінде
әр күнге дейін енді средний игрок қой Роберто деген, кез келген жерде универсальный ойнай береді. Мына жерде состав слабый болса, правозащитник жоқ болса Робертоны шығарады, опорник жоқ болса Робертоны шығарады деген сияқты. Сен жасашы дейтін игрок қой. Сен жыртығын жамайтын игрок. Негізі мен ойлаймынша Барселонада средний игроктарды алып, топ клуб қой, тек топ игроктар ойнау керек сияқты осы Барселонада. Ол қиындау. Барселонада қазір ақша жоқ өкінішке орай. Да. Иә, Педри шығарды, Педри 61-де шықты, 62-де қалай тамаша пас берді Рафиньяға. Тік дегізе салды ғой. Өте әдемі пас берді, бүйтіп көтеріп, Рафиня ана жерде 4-те сал дейтіндей тамаша пас. Рафиня 2-2 қылды. Матчтың үздік ойыншыларының бірі болуына Рафиня уже бірден аяқталды деп ойладық бәріміз. Бәрін аяқталды деп ойлай береді екенсіңдер сендер. 2-2 ары қарай енді ешкім де рисковать етпейді бұл жерде. Ары қарай бағанағы бірінші кімнің Арсенал мен Баварияның сияқты ғой, ешкім рисковать етпейді. Екінші ойынды күтейік дегендей ойын болды. Сөйтіп ары қарай жүріп жатыр ойын. И Кристенсен шықты. Кристенсен бұл жерде гол тығу үшін емес негізі. Допты ұстап, осы счетты ұстап тұрайық деген үшін шыққан ойыншы негізі. Кристенсен атакующий емес, более негізі центральный защитник, бірақ опоркада ойнайды деген сияқты. И угловойдан салып кетті. Еще туған күнінде 3-2 Кристенсеннің соңғы кездері жолы болмай жүреді, бүйтіп. Кейбір андай игрок қой, хейт алып жүреді. Ойынға шығара алдында голдың празднесін ойламайтын игрок қой. Салмай, вообще ойламайды ғой даже. Футболкасына, білген кезде футболкасына бірінші жазып қойып дайындалып шығатындар болды ғой. Жазып салатындар. Сөйтіп 3-2 есебімен Барселона алдыға шықты. Енді ары қарай допты берді та PSG-ға. Енді салсаңдар көріңдер, салмасаңдар біз осы шотқа қайттық біз деді та. Сөйтіп ары қарай жолтыдан жолты болып кетті. Соңғы ойынның соңы ойын созумен бітті. Сөйтіп Барселона 3-2 есебімен сырт алаңда жеңіске жетті. Бұл мен күтпедім бірақ. Ешкім күтпеген сияқты Барселона ұтып кетеді деп. Өздері де күтпеді. Иә, бұндай тамаша ойын. Тамаша. Енді екінші ойында Мбаппе бірдеңе көрсете ма, екінші ойында оның хет-трик жасап сондай бір атылып кететін бар еді ғой Мбаппенің. Бірақ бірінші ойында Мбаппені ойнатпады деп айтуға болар енді. Ойнатпады бұл жерде енді. Дұрыс пас жеткізетін адамдар да болмаған сияқты негізі. Кім? Араух ма? Кім болды оның флангында? Арауханың қалтасында Мбаппені тапты деді ғой. Сондай бар еді ғой. Әркімнің қалтасынан. Мысалға енді андай Мбаппе мысалға мықты игрок қой, скорості да, кез келген дриблинг, любой нәрсе жасап, бірақ дұрыс пастар келмей қалған сияқты да, ортадан бір кішкене негізі содан кейін болған сияқты да. Әйтпесе ол өзінікін істеді ғой, жүгірді, ол өтсе өтіп кететін, жақсы пастар келсе әшейін 1000-мен өтіп кете береді ғой. Мбаппеге жоқ қой сол. Дембеле көп момент салмай қалды деп ойлаймын өз басым. Дембеле всегда істеді ғой. Мбаппе енді өзі допты алып емес, оған допты беретін ойыншы ғой негізі. Пространство іздеу керек, ол бүйтіп забег защитника. Қысқаша айтқан кезде PSG-ның ойыны идеален деп айтуға келмейді сияқты. Нападение дұрыс болмады деп ойлаймын өз басым. Бір Модрич керек еді да. Иә, сондай бір ойын жүргізетін ойыншы керек еді деп ойлаймын. Бірақ енді екінші ойында көреміз. Екінші ойын 3-2, бірінші ойын 3-2-мен бітті. Енді екінші ойынға қандай? Қысқа нұсқа PSG ұтады деп ойлаймын. PSG? Тамаша. Мен енді өзімнің ойымша, мысалы Барселонаға бұл үлкен мотивация ғой, игроктарға да и болельщиктерге де ше. Барселонаның мысалы жанкүйерлер көп қой, сондықтан олар тем более дома ойнайды. Олар қазір енді Ла Лигада 3-2 жүрген астында әйтеуір бір 3-тікте деші. И кішкене жиналып алған ғой. Қанша дегенмен былтырғы составымен, былтырғы ойындармен салыстырамайсың да. Ол соның нәтижесі болғандықтан ол дома ойнайды. Менің ойымша PSG ұтылып қалатын сияқты. Барселона өтетін сияқты менің ойымша. Тамаша. Мен де Магаға қосыламын. Бұл жерде менталитет қатты ойнайды сияқты. Өйткені Барселонаға биыл терять нечего, бірақ PSG-ға да терять нечего, бірақ как будто PSG-ға ұтылса қатты ренжімейтін сияқты. Барселонада баяғы чемпионский дух бар. Ұтылып беріп қалған сияқты. Хавидің соңғы маусымы өзі айтты, өзім кетем деді. Бұл жерде жастарды, жаңа Кубарси, Ямаль деген сияқтыларды қатты мотивациямен шығарып жіберуге болады. Өйткені Барселонада кеше ондай нәрсе, ондай бір жақсы ойын бар екенін кеше дәлелдеді. Бірақ енді Луис Энрике бірдеңе ойлап тауып, екінші ойында қатты қызық. Енді екінші ойынға әдемі анонс жасап берді бірінші ойында. Енді екінші ойынды күтеміз өз басым.
білмеймін, Барселонаға жанкүйерлеумін. Ондайым бар. Ондайым бар, өйткені ұнайды маған сондай өз воспитанниктарымен ойнаған. Күшті ғой. Схемасы жалпы. Енді көреміз. Екінші ойында сіздер не ойлайсыздар, асып төменге жазып кетіңіздер комментарийда. Енді осы 3 ойын әдемі болды. Бірақ көлеңкеде қалып қойған бір ойын бар. Атлетико Мадрид, Боруссия Дортмунд. Егер бұл 1-8-дерде, 1 группаларда өте жақсы ойын еді негізі. Бірақ мынау 3 матчтан кейін ой, науда, нарда жүр екен ғой, бар екен ғой деді. Бірақ естеріңізге сала кетейін, Атлетико Мадрид дейтін бұл ертең полуфиналда, финалда кейбір бағанағы Сити, Реал деп жатырмыз, сол командаларға қатты проблема болатын команда. Олар Интермен ойнаған кезде пенальтимен ойнаған. Мен сол кезде Атлетико өтсе екен деген, өйткені бұлар ертең тұрып береді. Ертең экстра тайм ойнап ататын еді ғой Атлетико. Сондай бір жақсы ойын болсын деген. Атлетико ары қарай Дортмунд ойнаған кезде енді минимальный счетпен өйтіп кетеді деп ойлаймын. Соңына дейін ойнайтын командалар. Кешегі ойында Дортмундты өзі әдемі бірінші таймда 2-0 қылды. Болды, екінші тайм өздерің ойнай беріңдер де топты беріп қойды. Сол Диего Симеоненің баяғы футболы. Мен ешқашан автобус ойнамаймын деп еді ғой бір кезде. Жоқ, қайтадан автобус болды. Допты берді. Дортмундқа салсаңдар салыңдар, салмасаңдар бізді осыған нормально. Бір гол салсаңдар да жетеді. Бір гол сала беріңдер, если что біз ар жақта да 0-0 ойнап береміз деген сияқты ғой. Сөйтіп 2-0 соңында ойынның соңында 80 минуттарға қарай уже Аллер 2-1 есебімен ойынды аяқтады. Бұл ойында үздік ойыншы Гризман. Енді екінші ойынға Симеонаға өте жалпы Атлетико Мадридқа өте ыңғайлы счет. Өйткені олар от защиты ойнайтын команда. Екінші ойынды бұл ойынға қатты мән бермей қойып, өйткені мән беретін ойындарға уже мәнімізді беріп тастадық мағынан бері. Кстати, Атлетико Мадридқа бір жақсы жаңалық бар. Өте күшті жаңалық, прям вау дейтін жаңалық. Лига чемпионатта Криштиану Роналду ойнамайды. Тамаша. Осымен бүгінгі біздің Чемпиондар лигасының 1-4 ойындарының алғашқы ойындарын Инсайд подкастында талқылауымыз аяқталды. Тамаша ойындар, тамаша счет, екінші ойындарға, қарымта матчтарға әдемі заявка қалдырды. Енді екінші ойындарды күтеміз. Құрметті көрермендер, кімге жанкүйерсіздер, кім өтеді деп ойлайсыздар, жазып кетіңіздер. Бүгін бізде қонақта болған Мага Байгайс 1 сағат бойы бізбен әдемі әңгіме болып, деп ештеңе айта алмай тұрған жоқ емес. Бағанан бері тоқтамай әдемі әңгіме айтып отырмыз. Осы әдемі әңгімеге демеуші болған біздің футболға Чемпиондар лигасына рахмет, құрметті командалар, 8 команда, барлығыңызға жанкүйеріміз. Келесі аптада кездесеміз. Бүгін бізде қонақта болған Мага Байгайс. Рахмет. Инсайд подкастына жолыққанша. Құрметті көрермендер, каналға тіркелеміз, комментарий жазамыз, лайк басамыз. Келесі қонақта кім болсын, төмен жазып кетіңіздер. Біз оны өзіміз шешеміз. Аман сау болыңыздар.